Өзге де ақпараттар жөнінде рухани келісім бейбітшіліктің негізі. Бүгін елордада осындай тақырыппен халықаралық конференция өтті. Айта кетейік, 18 қазан рухани келісім күні. Жүзі басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір, діні басқа болса да отаны бір. Қаншама ұлт пен ұлысты біріктіріп, татулықтың туын желбіреткеннің арқасында еліміз өркендеді, ілгері қадам басып келеді. Шараға қатысушылар осы төңіректе ойларын өрбітті. Халықаралық деңгейдегі жиында өзге мемлекеттердің өкілдері біздегі тұрақтылық моделін жоғары бағалады. Осы конференциямызға онлайн санатта Америкадан, Еуропадан, Ресейден, Ливаннан тіпті қатысып отқан өкілдер бар. Әрине Қазақстанда барлығы да осы ахуалды ескере отырып, Қазақстандағы болып жатқан үдерістерге, үлгілі модельге көз тігіп зерттеуге барлығы ынта білдіруде. Біз барлық дәстүрлі дін өкілдеріне құрметпен қараймыз. Осының арқасында елімізде татулықтың бесігі тербеліп келеді. Форумның осы бір байлығымызды бағалаудағы маңызы ерек деп айтар едім.